11 маусым күні 1992 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан Республикасының әскери соты және әскери прокуратура органдары туралы қаулысы қабылданды. 1999 жылы Қазақстанның білім туралы заңы жарияланды. 1939 жылы медицина ғылымының докторы, профессор Тарих Умаров дүниеге келген. Ғалымның 200-ден астам ғылыми жарияланымы жарық көрді. 1864 жылы неміс композиторы әрі дирижері, Берлиндегі өнер академиясының мүшесі, опера және симфония дирижерларының көрнекті өкілдерінің бірі Рихард Штраус дүниеге келді. Ол Лист пен Берлиоздың бағдарламалық симфонизмі дәстүрін, Вагнердің оркестрлік тәсілін одан әрі дамытты. Оның симфониялық шығармалары бейнелі музыка тілімен әрі өткір бейнелеу тәсілімен ерекшеленеді. Штраус 14 операның, 4 симфонияның, 6 бағдарламалық симфониялық поэманың, концерттердің, камералық аспаптың шығармалардың, хор әндердің авторы. 1910 жылы Францияның атақты мұхит зерттеушісі, кинорежиссер, өнертапқыш, фотограф, Франция академиясының мүшесі Жаков Кусто дүниеге келді. 1943 жылы Эмиль Ганянмен бірге аквалангты ойлап тауып, оны сынақтан өткізген. Кусто Калипсо кемесімен мұхиттың графикалық зерттеулерін жүргізді. Фредерик Дюмамен бірлесіп жазған «В мире безмолвия» атты кітабы Кустоға атақ алып келді. 1956 жылы кітап бойынша түсірілген фильмі Оскар және Золотая пальмовая ветвь сыйлығын иеленді. 1957 жылдан Монакодағы мұхиттану институтының директоры болған. Бүкіл әлем көрермендеріне кеңінен танымал фильмдердің авторы. 1973 жылы теңіз ортасын қорғау коммерциялық емес Кусто қоғамын құрды. Тірі теңіз, дельфиндер, Жак Кусто мұхит әлемі кітаптарының авторы. 1947 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының әртісі Бақыт Жанғалиева дүниеге келген. Спектакльдерде және кинофильмдерде көптеген рөлдерді сомдады. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденімен марапатталған. Бекен Римов атындағы фестивальдің лауреаты.